Айша мен сиқырлы жұлдыз. Бір шағын ауылда Айша есімді кішкентай қыз өмір сүріпті. Айша өте мейірімді, әрқашан көмектесуге дайын, бірақ кейде өзіне деген сенімі жетпей қалатын. Ол үлкен арманы бар қыз еді. Көк аспанға ұшып, жұлдыздарға қол тигізуді армандайтын. Бір күні Айша ауыл шетінде ойнап жүріп, көгілдір түсті жарқыраған кішкентай тасты тауып алады. Ол тасты қолына алған кезде жұмбақ дауыс естіледі. Айша, мен сиқырлы жұлдыздың бір бөлшегімін. Егер сен менің көмегіммен мейірімді істер жасап, басқаларға қуаныш сыйласаң, арманың орындалады. Айша таң қалып қуанып кетеді. Ол тасты жастығының астына жасырып, сиқырды тексеріп көруге бел байлайды. Ертесіне Айша көрші үйдегі кәрі апаға су тасуға көмектеседі. Тастың үсті жарқырап, кішкентай жұлдызша болып жанып кетеді. Келесі күні Айша ауылдағы балаларға өз ойыншықтарын сыйлайды. Тағы да тастан жарық шашылады. Айша күн сайын игі істер жасай берді. Біреудің жоғалған нәрсесін тауып береді, біреудің көңілін аулайды, тас күннен күнге жарқырап, үлкейе береді. Бір күні кешке аспан тастың жарығынан жап-жарық болып кетеді. Сол сәтте тас көкке көтеріліп, жұлдызға айналады. Жұлдыз Айшаның терезесіне қарап, «Рахмет саған, Айша, сенің жүрегің мейірімге толы. Енді сен өз арманыңа қол жеткізесің», дейді. Сол түні Айша түсінде жұлдыздарға ұшып барып аспанда би билеп жүргенін көреді. Ал таңертең оянғанда жанына кішкентай алтын түсті жұлдыз түскенін байқайды. Бұл жұлдыз оның жасаған жақсылықтарының естелігі еді. Содан бері Айша қайда барса да осы жұлдызды қасына алып жүрді. Ол балаларға жақсы істер жасағанда армандарың міндетті түрде орындалады деп үйрететін болды. Айша секілді сендер де мейірімді болыңдар. Армандарыңа сендер, олар міндетті түрде орындалады.